Ішкі істер министрлігінің бастамасымен биыл алғаш рет погонды журналист жобасы жүзеге асты. Оған республикалық және облыстық бұқаралық ақпарат құралдары өкілінен 40 журналист қатысты. Олар қатардағы полиция қызметкері, жедел уәкіл, тергеуші, учаскелік полицейлер жұмысымен жақынырақ танысты. 40-тың қатарында Егемен Қазақстан газетінің тілшісі Бану Әділжан да болды. Ол криминалистермен қатар жүріп, жүгі ауыр жауапкершілікті өзі сезініп көрді. Бір күнде барлығын жазу, бәрін көрсету, бәрін қызметін қыр-сырын бәрін беру мүмкін емес. Бірақ та сонда да мысалы бір күннің ішінде жаңағы мамандардың айтуы, көрсетуі, жаңа ішіне кіріп, соны өз көзімен көріп, қолмен ұстау, бұл енді шыны керек өте басқаша әсер береді. Сондықтан да мен өзім ойлаймын, жоба өте қызықты, қажет жоба. Погондағы бір күндік жұмысын жазып жариялаған барлық журналистердің еңбегі елеусіз қалмады, марапатқа ие болды. Елордадағы баспасөз құралдарының өкілдерін ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтың өзі қабылдап алғыс білдірді. Бүгінде азаматтар мен қоғамдық ұйымдар қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қылмыстың алдын алу бойынша жұмысқа өз үлестерін қосуда. Сондықтан ішкі істер министрлігі бұқаралық ақпарат құралдарымен өкілдерінің қатысуымен алғаш рет погонды журналист атты жобаны іске қосты. Газет, телеарна ақпарат агенттігі, сайт, радио қызметкерлері түрлі номинация бойынша марапатталды. Закон KZ ақпарат агенттігінің тілшісі ең креативті журналист номинациясын жеңіп алды. Түркістан телеарнасының журналисі Назым Иноятова үздік тақырып дипломымен марапатталды. Сондай-ақ барлық қатысушыларға номинациялар табысталды. Қазір ақпарат саласы дамыған заман, журналистің жұмысы жауапты және құрметті. Олардың арқасында ашық қоғам қалыптасып, шынайы ақпарат таратылады. Осы ретте Қазақстан ұлттық арнасының продюсері Сымбат Смағұлованы ерекше атап өткім келеді. Сымбат учаскелік инспекторлар туралы біздің полиция атты 11 теле бағдарлама әзірледі. Жоба барысында журналист Нұр-Сұлтан, Шымкент, Ақтөбе, Семей, Өскемен, Түркістан қалаларында бұл учаскелік инспекторлардың бір күн өмірмен танысты. Сонымен қатар радио журналист Азамат Түлепов Қазақ радиосының тікелей эфирде Қазақстан полиция туралы 15 радио бағдарлама әзірледі. Полицияның қиын жұмысын ашық көрсеткен үшін белсенді азаматтар мен журналистерге алғыс білдіремін. Бұл жобаға қатысқан әрбір азамат, осы әрбір журналист түсінген шығар деп ойлаймын. Полиция қызметінің оңай емес екенін, қаншалықты жауапкершілігі мол қызмет екенін өзімізде нақты осыдан кейін көзіміз жетті. Осы полиция қызметі мен журналистерді етене байланыстыруға осы алтын көпір болып отырған Ерлан Заманбекұлы өзіңізге ерекше алғыс білдіреміз. Салтанат Қаракөзова, Түркістан облысы полиция департаменті баспасөз хатшысы. Президент жанындағы орталық коммуникация және республикалық арна басшылары өңірлердегі полиция департаменті баспасөз хатшыларының жұмысын оң бағалап отыр. Жедел әрі нақты ақпаратпен қамтып, ұйымдастыру жұмысын бірізге қоя білген Қарағанды, Павлодар, Түркістан, Ақтөбе, Ақмола облыстары мен Алматы, Нұр-Сұлтан қаласының баспасөз хатшыларына алғыс хат табысталды. Полицияның баспасөз қызметіне арттырған жауапкершілік мол. Неге десеңіз, полицияның баспасөз қызметі полицияның имиджін көтеруге арналған жұмыстарды атқарады, болып атқан іс-шараларды, ашылған, ұсталған қылмыскерлерді сол баспасөз өкілдеріне хабарлама беріп отырады. Біз енді баспасөз қызметінің өкілдері осы өзіміздің міндетімізді адал атқаруға дайынбыз. Полиция беделі ел сенімімен өлшенсе, баспасөз қызметінің еңбегі құқық қорғаушылардың қалтқысыз қызметін елге таныту. Бұл үдеден шыға білген қызметкерлер қашанда үздіктер қатарында.